Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазақтың тарихында ел мен жерді басқарған хандар мен сұлтандардың орны бөлек болған. Хан тек мемлекеттің басшысы емес, сонымен қатар армияның қолбасшысы мен елдің қорғаушысы да болған. Ал енді ханды қазақ қалай сайлаған деген сұраққа келсек, қазіргі таңда өкінішке орай қазақтың хандары тек Шыңғыс ханның тұқымынан, яғни төре қатарынан ғана сайланған деген көзқарас қалыптасты. Бірақ бұл дұрыс емес. Себебі түрік қағанаты, Қарахан хандығы, Қыпшақ хандығы секілді мемлекеттер Шыңғыс ханға дейін болып, оларды басқарушы адамдарды хан деп аталған. Сонымен қатар, қазақ тарихында төре, яғни Шыңғыс ханның тұқымы болмаса да, жеке дара қабілетіне қарай хан сайланған адамдар да аз емес. Қазақ халқы бұндай адамдарды қарадан шығып хан болған деп құрметтеген. Бұлардың қатарына мысалы 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс барысында хан сайланып ел басқарған Бекболат Әшекеев, Ақкөз Қосанов және тағы басқаларды жатқызуға болады. Ал қазақ тарихында қарадан шығып хан болған ең алғашқы адамның кім болғанын білгіңіз келсе, осы бейнероликті аяғына дейін көріңіз. Ел аузындағы аңыз әңгімелер мен көнегөз қариялардың сөзіне сүйенсек, ең бірінші болып қазақ тарихында төре болмаса да хан сайланған тұлға Тоғас деген Найман руының батыры болған екен. Бұл жағдай атақты Есім хан мен оның билігіне қарсы шығып, қазақтың тағына таласқан Ташкент билеушісі Тұрсын арасындағы соғыс кезінде орын алыпты. 1627 жылы Есім ханның қалың әскері Ташкентті қоршап алып, соңғы шайқас басталады. Шайқас алдында Есім хан өзінің батырларын жинап алып, Қатаған ханның басын шауып әкелген адамды елге хан сайлаймын деп жариялайды. Бұл жерде Қатаған хан деп Есім өзінің қарсыласы Тұрсынды атап отырғаны анық. Себебі Тұрсын өзін сонау 1613 жылы қазақтың ханы деп жариялап, оны қолдағандардың басым көпшілігі Қатаған руынан болған. Расында, Есім өзінің жауының басын алған батырға хан мәртебесін беруге дайын болды деп айту әрине үлкен қателік. Себебі Есім мен Тұрсынның соғысының басты себебі де осы хан тағына талас еді. Менің ойымша, Есім хан осындай уәдесімен тек өзінің батырларының ынтасын оятып, жігерлендіруге тырысты. Алайда, қалай болса да, Ташкентке бірінші болып Найман Тоғас батыр кіреді де, қала көшесінде болған жекпе-жекте Тұрсынның басын алады. Кейбір деректерде Тұрсынды жекпе-жекте Тоғас батыр емес, оның үлкен ұлы Назарқұл батыр өлтірді дейді. Бірақ шайқас соңында Назарқұл батыр аяқ асты мерт болып, Тұрсынның басын оның әкесі Тоғас батыр Есім ханға алып келген дейді. Сонымен Есім ханның алдына Найман Тоғас батыр Тұрсынның басын тастай салады. Енді Есім хан берген уәдесінде тұру не тұрмау мәселесіне шоқтығады. Уәдесінде тұрып, батырға хан атағын берейін десе, әрине қорқақтайды. Уәдесінде тұрмайын десе, ел алдындағы беделін жоғалтып, батырлардың қолдауынан айырыламын ба деп сескенді. Ақыры Есім хан ел алдында Найман Тоғас батырға үлкен алғыс білдіріп, мен уәдемде тұруға дайынмын. Бірақ қарадан шығып хан болған деген нәрсе біздің дәстүрге қарсы келеді. Тоғас батыр қарадан шыққан болғандықтан, мен оған хан мәртебесін бере алмаймын. Сондықтан батыр басқа қалағаныңды сұра дейді. Бірақ Найман Тоғас батыр Есім ханның мұндай сөздеріне риза болмай, «Уа Есім хан, сенің тіліңнен ешкім сені тартқан жоқ, уәдені берген өзің, ханның екі сөйлегені өлгені» дейді. Бұл сөздерді естіген Есім хан батырдың айтқанымен толығымен келісіп, дәстүрді бұзбай уәдесін орындайтын амал табуына уақыт сұрайды. Батырлар ханға уақыт беріп кері қайтады. Батырлар кете салысымен Есім хан өз ордасына билер мен дала бақсыларын жиып алып ақылдаса бастайды. Сол кезде атақты Жиембет жырау былай деген екен: «Алдияр, Тоғас батыр төре тұқым емес екені елдің бәрі біледі. Алайда даламызда тек төре билеп бет. Тоғас батырдың шыққан тегі Найманның Төлегетайы. Ал Төлегетай бабамыз болса, кезінде сенің арғы атаң Шыңғыс ханның өзімен арыстанша арпалысқан Найман хандығының ханзадасы, Қарақтай мемлекетін басып алып, Гүрхан атағына қол жеткізген күшліктің тікелей ұрпағы. Сенің атаң Теміршін Шыңғыс хан болмай тұрғанда, Тоғас батырдың атасы Тайбұқа Найман хандығының тағында отырған.
Сондықтан да Тоғас батыр текті елдің баласы, оны хан тағына отыруға құқығы бар. Сондықтан да Найман Тоғас батырға хан мәртебесін беріп, өз қасыңызға алыңыз. Сенім білдірген батыр кейін сіздің ең адал серігіңізге айналады деп ақыл кеңес берген екен. Міне осылай Есім хан ертеңінде үлкен құрылтай шақырып, сол жиында Тоғас батырға хан деген құрметті атақ беріп, оны өзінің қасына алады. Міне қарадан шығып хан болған Найман Тоғас батыр Есім ханның адал серігіне айналып, өмірдің соңына дейін қазақ еліне адал қызмет етеді. Кейін Тоғас батырдың інісі Мәмбеттің немересі Ерасыл өз заманында тура Тоғас батыр секілді ханның сенімін ақтап, атақты Абылай ханнан хан батыр Қабанбай деген құрметті лауазым алады. Қазақтың басқа батырлары еріндерін бұртитып ренжіш көрсеткенде Абылай хан былай деген екен: Қабанбайдың хан атағына дала заңы бойынша барлық құқығы бар. Оның арғы аталары менің аталарымнан да бұрын тақта отырып хан болған. Міне осылай Найман Тоғас батыр қарадан шығып хан болған екен. Ал енді осы жерде Тоғас батырдың хан болғанын дәлелдейтін дерек көздер бар ма деген сұрақ туады. Әрине бар. Мысалы атақты Кәрібай ақын Тұңғатарұлы кезінде былай деп өлеңдеткен екен: Таққа отырған Тоғаста ешкімнің жоқ таласы, талай қорлық көргенбіз, көріп тұрып көнгенбіз. Кәрібай ақынның осы өлең жолдары белгілі ақын Несіпбек Айтовтың Жалаңтөс поэмасындағы мынандай жолдармен де дәлелденеді. Есімнің әмірімен Тоғас батыр Тұрсынның шауып тұрып басын алған. Сонымен қатар Тоғас батырдың хан болғанын қазақтың белгілі тарихшысы, этнограф, Қытай деректерін көп жылдар бойы зерттеген Зейнолла Сәнік те өзінің Абылайдың бас батыры деген мақаласында көрсеткен. Яғни Тоғас батыр қарадан шығып хан болған ең бірінші тұлға. Және де біз осы атақты Найман Тоғас батырдың есімін өзіміздің тарихымызға қайтарып, қазақтың әйгілі батырларының арасында орналастыруымыз қажет ағайын. Өйткені өзінің батырларын сыйламаған ел өзгенің батырларының қорлығына түседі деген сөз бар.